Қайырлы күн достар, сіздермен Мери, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге кешкі асқа жасалынатын ерекше өте дәмді тағамның рецептін ұсынғым келеді. Өте оңай жасалынады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап жасап көріңіз. Алдымен бізге керек заттар: үккіштен өткізілген картоп, ақ желкен, үккіштен өткізілген сыр, тұз, бұрыш және 2 жұмыртқа қажет болады. Алдымен картопымызды осылай үккіштен өткізіп алғаннан кейін артық суын алып тастаймыз. Міне, қолымызбен осылай қыссаңыздар, артық суы бөлінеді. Бөлек алып тастағаннан кейін үстіне 2 жұмыртқаны және ақ желкен, үккіштен өткізілген сырымызды салып, тұз, бұрышты саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Барлық керек заттарды видеоның астына описание бөліміне жазып кетемін. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Картоп менде орташа болғандықтан мен 3 данасын қолдандым. Егер үлкен болып жатырса 2 данасы жеткілікті. Барлығын араластырып алғаннан кейін табаға пергамент қағазын төсеп, барлығын салып, лопаткамен немесе қолымызбен жайып шығамыз. Табаның барлық шетіне бір келкі жайып алыңыздар. Бір шеті үлкен, бір шеті кішкентай болып қалмасын. 180 градуста алдын ала қыздырып қойған пеште 20 минут, яғни беті қызарғанша пісіріп аламыз. Ары қарай ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Табаны отқа қойып, сармай саламыз. Сармайдың орнына сұйық май қолдансаңыздар болады. Сармайымызды ертіп алғаннан кейін үстінен тартылған етті саламыз. Мен қой етін қолдандым. Қалауларыңызша сиыр немесе жылқының етін қолдансаңыздар болады. Міне осылай қуырылғаннан кейін үстінен өте ұсақтап туралған сарымсақ пен пиязды қосып 5 минуттай араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін оның үстінен 1 шай қасық томат пастасын қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Яғни біздің томат пастамыз тартылған етпен толықтай бір-бірімен араласуы қажет. Оның үстінен майдалап туралған қызанақ, тұз, бұрыш, дәміне қарай қосасыздар. Ары қарай майдалап туралған ақ желкенді қосып, кішкене лопаттың көмегімен араластырамыз. Дайындап алған салмамыздың үстіне кішкене ғана су құйып, қақпағын жауып, 5 минутқа жай отта бұқтырып қоямыз. Міне достар, пештен шыққан кезде осылай қызарып шығуы қажет. Беті барлығы толықтай пісіп шығады. Пергамент қағаз, осы жерде айта кететінім, мен Поклан деген фирманың қолданамын. Өте жақсы пергамент қағазы. Ешқандай затыңыз жабыспай пісіп шығады. Міне достар, арасына салмасын саламыз. Егер салмаларыңыздың суы тартылмай көп болып жатса, кішкене суын төгіп тастаңыздар. Міне осылай салып алғаннан кейін, бір келкі етіп жайып алғаннан кейін, рулет тәрізді етіп ораймыз. Міне видеоға мұқият қараңыздар. Міне достар, дәл осы рулет тәрізді орап алғаннан кейін, осы пергамент қағазына рулетімізді қиғашынан қойып, үстінен үккіштен өткізілген сырымызды сеуіп шығамыз. Достар, міндетті түрде сіздер де осы тағамды жасап көріңіздер. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Және де менің каналымды қай қаладан қарап отырсыздар. Осы жерде каналыма тіркелмеген болсаңыздар, подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Және жақын достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісіп қойыңыздар. Сырды сеуіп алғаннан кейін қайтадан пешке саламыз. Сырымыз қызарғанша пісіреміз. Міне достар, біздің өте дәмді ерекше кешкі асымыз дайын болды. Ауызашарға жасап беріп, жақындарыңызды қуантып қойыңыздар. Достар, сіздерге ұнады деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын. Хош, сау болыңыздар.